Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі мерекеміз құтты болсын ал. Айт мерекесіне келіп қалдық. Құрбан айт мерекесіміз. Құрбан айт мерекесі мына медеуге келіп қалдық. Қазір өзімді бір көрсетейін. Медеуден бір жақсы контент шығады қазір. Адам көп. Енді қазірге жиналып жатыр деймін. Көрейік не болатын. Құрбан айтты осылай медеуге жасауға. Өткенде кімдер жасап жатқан? Ана өнерхандар ғой, хабарлағанда. Өнерхандар хабарлама берген. Осы жерде медеуге келіңіздер, медеуде не болады. Соны бірге көрейік, бірге тамашалайық. Мына жерде канатка бар екен. Медеуге шығатын канатка деймін да. Медеуге апарады, Шымбұлаққа апарады. Медеуге деп қойды. Мына жерде негізінде ауасы да басқаша ма, Люке? Күшті, күн деген ыссы да емес, салқын да емес, жақсы болып тұр. Біздің каналда негізі көбіне Өзбекстаннан да көрермендер бар сияқты, Қарақалпақстаннан. Соларға сәлем айтып жібер. Біздің Қазақстанға да келуге болады, сіздердің Өзбекстанға бардық, өте тамаша болды. Қазақстанға келсеңіздер, Алматыда осындай медеу деген жер бар. Мінекей керемет, тамаша. Қыдыруға, демалуға болады. Кеттік көрейік. Не бар екен. Мына жерде жаңағы фотоға түсіреміз деп балдар жүреді да, фотосессия жасаймыз. Толып жүр, иә. Мана арнайы келеміз дедім. Фотосессия жасауға, видеосессия. Қандай концерт нелер көрінбейді бе? Қайдан болады екен? Суретке мындай қылып та. Суреттер қаншадан? Қайсы? Мына жерде жазылып тұр екен, 2,5-мыңнан басталады екен. Магнит. 10-15. Мына сурет әдемі шыққан екен, жүріп келе жатқан түсіріп алған. Жүріп келе жатқан түсіріп алған суреттер әдемі шығады негізі. Моменталка. Біліп тұрмын. Күшті екен, күшті түсіреді екенсіздер. Мына бүркітін ал дейді. Бүркіт ұстап тұрып түсіруге болады да. 2,5 теңгемен ме бүркітпен. Көзін жауып қойып ұстаған. Ұшып кете ма? Ұшып кете ма көзін жаппаса? Қайсы көзін жауып қойған ба не? Көзін да немен арнайы немен жауып қойған. Сөйтіп тұра бере ма үндемей? Бүгін мына жерде мейрам болады ма? Құрбан айт мейрамы. Осында болады деп хабарлады ғой. Не? Ал дейді? Өткенде бір рет хабарлады, содан кейін жоғып кетті. Что-то атмен ол кеткен жоқ қой, Гүлке. Не іште емес енді көреміз. Басқа жерде болатқан жоқ қой? Білмеймін. Парақшасына кіріп қарамайсың ба? Көтеріліп кеттік та уже жоғары қарай да, аяғымыз нетіп кетті. Қандай, менен қандай бала бір ұстап тұр ғой, мен көрсем. Қорқытты? Қайсы? Мына жерде міне. Шиқылда жүр оны. Күшті екен. Ой, көздер. Көздерін жоқ па? Бұл жерде басқа ұлттың адамдар киімдерді киіп фотоға түсіп жатыр. Қазақша ұлттық киімдерді киіп. Біздің қазақша киімдерді киіп па? Иә. Фотоға түсіп. Мына қай жағына барамыз? Медеуге. Медеудің басында осындай ғой, ештеңе жоқ қой. Тек олай күштеп жүретін жері қыдырып. Ана бәрі көрейік те медеуді. Ана жерден шығатын едік қой. Бір келгенде шықтық қой ана жерден. Жоғарына ма? Анау жерге, мына жерден кіреміз ғой деп келатса, мына жер жауып қойыпты ғой. Мына жермен кіре алмаймыз осында. Мына жермен кіріп ана жерге баратын едік қой. Ішіне кіріп едік, оның ішінде дейтін қыста деген мұз болады. Қазір оның ішінде ештеңе жоқ, ана не болатын еді? Машина болады, оны ал дейтін еді андай. Жүретін ба? Біздер айналып жүретін машина болады. Біздер Шымбұлаққа шықтық қой машинамен, білесің ба? Шымбұлаққа шықтық, иә, басқа жерден шықтық қой. Машина жалданады осы жерлерде. Иә, мына жақта шығар анда. Бұларға да кетейік. Мынандай газельдер жалданады. Шымбұлаққа ма? Иә. Ана жерде ақпарат дейді, көрейік. Сұрайық та. Ақпарат дейді, мына жерде жол тәртіп ережелері дейді ғой. Қай жерде не бар екен көрсеткен шығар десем. Қай жерде не бар екен, мына жерде көрсеткен, бірақ медеу деп тұр, медеу. Табамыз ғой қазір, табамыз. Мына жерде бутиктер, сусындар сатып тұрған. Кафелер ма? Қазір көреміз, табамыз. Иә, жаз. Люке, біздің канал деген шынайы ғой да, біз өтіктен дайындалып өтіп жүрмейміз. Сосын таба алмай жүргеніміз бәрін көрсетіп жатқанымыз. Оны тауып алып бірінші, сосын барып күшті болып жүрген құсап түсіргенше. Кәдімгі шынайы қалай болды солай түсірмейміз. Иә. Солай ғой. Солай, иә. Біздерде не жоқ, дайындық жоқ ондай. Өтік істеу деген жоқ, ана керім қылып шығару. Қалай болды солай жасаймыз. Мен тауым етіне көлеңке ішіп қарап алайыншы.
Бүгін мына жерде өнер қырандары айт мерекесін осы жерде тойлаймыз дегесін келіп едік. Бірақ білмеймін, өнер қырандарын ешкім білмейді мына жерде. Ондай естімеген даже. Бірақ олар өздерінің парақшасында айтты ма? Өздерінің парақшасында хабарлады ғой да? Парақшадан білмеймін, бізге бәріне реклама келді ғой сондай. Иә, ненің өзі хабарлады ғой. Өзі тұрған. Өнер қырандардың директорының өзі. Бірақ енді ештеңе етпейді, ничего. Үшеуде боламыз, бірақ жоғарыға шығуға ана жерде не болады екен? Автобустар, газельдер, таксилер жүреді екен. Соған мінеміз, оған дейін не істейміз? Кім жерден тамақтанып аламыз, қараймыз. Жоғарыға барғанда ештеңе болмай қалады дейсің. Жоғарыға басына көрейік. Хотя су алшы. Иә. Жейтін ештеңе алмайсың ба? Иә. Су алайық та пока да. Ана жақта бар шығар? Мында су. Неше екен? 700 теңге дейді. 700. Аударып жібер. Қайсы номері? Тек қана мен емес екен, осы құрбан айт күн жерде жақсы болады деп хабарландыру естіп келген. Жұрттың бәрі үлкен адамдар жүр мына жерде. Мә, бекер келдік қой деп. Ана хабарландыру. Сөйтіп айтып отыр ма адамдар? Иә, ана жерде үлкен кісілер кәдімгідей нетіп ренжіп отыр да. Үлкен кісілерге андай не ғой, көп қызық емес, сондай бір неге қызықты нәрселерге келеді ғой олар. Енді айтымыз құтты болсын. Көріп кетеміз медеуді. Бар мен не бар соны. Газель іздеген жоғарыға шығатын. Жоғарыға шығатын. Сұрақ қой. Өнер қырандары неге бұлай болды екен? Жұртқа, халыққа хабарламадыңыздар ма? Болмайтын болса, отмена болған болса. Халық мына жерге келді, қаншама халық келді. Құрбан айт осы жерде болады. Біздер соның біріміз келген. Хабарлау керек еді, қандай да бір жағдай болып қалған шығар, түсінеміз. Шығуға осы жерге мындай микроавтобус келеді екен. Билет сатпайды да? Ішінен терминалмен сразу Каспиймен етіп. Билет сатпайды. Автобус келеді, жармасып мына жерде кісілер бәріміз таласып мінеміз екен. Жоқ, енді соңын сұрадық барынша. Соңы кім деп. Жоқ, енді. Неден білмей алдым оны. Немес бекші, қызықтау екен да? Мінген келсе, жоғарда канатқа бар деп тұр. Канатқа бір адамға 5000 ба? Жоқ. Енді. Жоқ, сөйтіп айтты ғой. Бір адамға деді ғой. Бір адамға 5000 ба? Не алды? Мен біріне кабина дедім. Такси, салоны 4000 теңге деп. Салоны 4000. Мына қанша? Мынау 700 теңгеден адам басына. 700 теңгеден. Көрейік енді. Шымбұлаққа шығып көрейік. Жерде канатқа кетіп бара жатыр. Шымбұлақтан түсіп бара жатыр. Біз мынау микроавтобусқа отырып Шымбұлаққа қарай шығып бара жатырмыз. Шымбұлақтан қарағанда жолда Дәрелник дейтін жер бар екен, сол жерге барған қызық дейді. Ол жерге қазір Шымбұлақтан келе жатып барамыз. Ал Шымбұлақтан келе, ол жерге бару да 700 теңге, мына жерге де. Здесь вот зиплали, смотрите, внизу остановка, смотрите, видите зеленое здание? Вон внизу. Ага. Вот здесь зиплайн, смотрите, вас привязывает и со скоростью 25 км в час сбрасывает вниз на остановку. Арқанменен жерге төмен қарата зырылдатып түсіретін жер ғана. 2 минуты и вы на автобусе. 2 минуты на автобус. 2 минутта автобустың басына барасың дейді. Қалаға қарай кетіп. Главное долететь. Қорқынышты ғой ол жер, страшно да? Енді Шымбұлаққа қарата шығып бара жол. Жерде шофер ағай жақсы ақпарат айтып берді. Енді күн сайын пенсионер әжелер, аталар осы жермен жаяу. Күн сайын жаяу шығады дейді. Сейчас за поворотом казахские Альпы будут, смотрите. Казахские Альпы. Біздің қазір әбетте өзі жастар шығып бастайды дейді. Кешке спортсмендер жүгіреді дейді осы жермен. Күнде дейді. Не бар дейсіз? Мына канатқа бір адамға 5500 теңге. Шымбұлаққа шығу. Обратно 5500 да? Канатқа. Кері қартада 5500. Нет, туда-сюда 5500. Туда-обратно 5500. Ага. Ну все равно дорого. Канатқа кетіп бара жатыр деп қойын да. Қазір түсіп жатыр, гүлкеңдер түседі қазір мына жерден. Қызым екеуі. Так, Шымбұлаққа келдік. Хорошего отдыха. О, ауа деген. Керемет. Спасибо. Ең соңынан шықтыңдар ма? Ең артта отырық қой. Мен артта отырдық. Маған... Ұйқыларым бітіп қалды. Неге? Андай самолет жегідей болды. Жоқ, мына автобус дейтін. Электрический дауыс шықпайды негізі. Жоқ, құлаққа келіп нетіп тұр. Таудың ортасы. Таудың несі ме? Шымбұлақ керемет жер, бірақ бұл жерде бар жаңағы
автобустың шөпірін айтып келе жатқаны бойынша қыста келген жақсы дейді да мына жерде. Негізі солай ғой, Шымбұлақ деген қыста шаңғы тебетін жер ғой. Иә. Жазда бұл жерде келіп постик жүріп қайтасың дейді да. Қазір төменде орта жолда жақсы жер бар, Горельник дейтін жер. Көрдім ана суға түсіп жатырған ба? Горельник анда бәрі бар дейді. Не бар? Плов пісіреді дейді сағат 2 сағат сайын ба 3 сағат сайын. Плов жеуге очередьке тұрады дейді ол жерге. Қазір барамыз бұйырса, бізбен бірге болыңыздар. Бірінші Шымбұлақты көрсетейік, сосын Горельник дейтін жерге барамыз. Сол пловын жеп көреміз. Көрейік, мына жерде қазір қараймыз не бар екен, кеттік. Машиналар кіргізеді дей ма? Мына жерге тек қана тоқпен жүретін машиналар кіргізеді, Күлөке. Мына микроавтобустың бәрі тоқпен жүретіндер. Басқа машина кіргізбейтін жер экологиялық аймақ қой. Мә, күшті да? Ең таза, ауа таза. Мына үйлерді көрсетіп жатқан. Мына жерде көп үйлер бар. Соны тек бір 3-4 ғана жалға беріледі дейді. 24 сағатқа күніне 350 мың теңге дейді. Бір күнге ма? Иә, бір күнге 350 мың теңге дейді. Бірақ тек қана 3-4 ғана жалға беріледі дейді. Қалғанның бәрінен бәрі олигархтардікі дейді. Министрлердікі дейді. Иә, дача дейді. Өздері келіп демалуға. Өздері келіп демалатын жерлері дейді. Таза одан ғой, машина келмесе, не болмаса иш шықпайды, тап-таза ғой. Исі қаршы күшті иш шықтыр. Ауасы керемет енді. Құрметті көрермендер, келіп мына жерден таза ауамен энергия алып кетулеріңізге болады. Жаңа айтып келе жатыр ғой. Таңертең дейді, үлкен кісілер, жаңа пенсионерлер неге шығады дейді, жеу шығады дейді жерге. Сосын 2 сағатында, 2 сағаттанда сөйтіп жүреді. Не істейді десем, олар энергия алу үшін келеді дейді, тауға. Энергия алып кетеді дейді. Сосын сайтай әбеттерде не келеді дейді. Жастар шығады дейді, жеу. Кешке спортсмендер жүреді дейді. Иә. Маған құттай жүргенге. Аяғым ұрып қалдыңыз, иә? Қазір ана тауларға қарата шығамыз қазір. Бұна жасыл жерге қарата. Шықты қалында бір рет келгенде. Барамыз қазір. Қашеге дейін жете алатынымызды. Деп сайтын керек. Жерде мұндай 6 ресторан бар дейді. Әртүрлі. Европейский, азиатский деген сияқты, узбекский деген сияқты. Алты түрлі. Көрейік. Күшті келді, ауада. Түні жоғары қарата шығамыз, адамдар жүр енді. Жей болады. Мына жерге дейді, тамақ алып келіп отыруға болады, күнде күлікке тамақ жоғары тауып Просто арқалап жүру керек, негізі ойымда болып еді, бірақ тағы арқаланып жүру керек қой деп. Негізі болды, мен бірдеңе жаятын, бірдеңе әкеліп, бұраталап отырайын деп. Мына жерде мұндай отырып шығып келетін бар екен. Көрейік те, сұрақ қойықшы. Қалай екен. Билет алып шығамыз. Біз жаяу жүре алмайық. 9:30-нан кешкі сағат 5-ке дейін. Салқындап бара жатыр ғой. Күн салқындау екен да? Жоқ, салқын сияқты. Қазір мына неге көрейік. Қалай міне. Анау канатка. Ол канат қой. Ол уже ауылға қарай кетіп жатқан канат ма, қалаға қарай? Жоқ, жоғары көтеріліп жатыр, бір жағы түсіп жатыр ғой, Күлөке. Бір жағы түсіп, бір жағын. Үшеге келеді, үші қайтып көтеріле ма? Ана бір жағын өзі, бір жағы кетіп барады, бір жағы келіп түсіп барады. Канатқа мінген жоқсың ба, не Күлөке? Жоқ, міндім ғой. Қалаға кетіп жатқан канатқа ма деп түсінбей тұрмын ғой, қалай жолы мін жағы емес пе? Ау дейді, не алдық қойды екен? Отысқа қойып қойды ма? Так, мынаны билет. Мына жермен жаяу де басуға болады, немесе анаумен шығып келуге де болады. Жаяу просто ана алысқа бара алмаймыз. Ана жерге дейін барамыз, ана кісілер отырғанға дейін. Ана немен шығып қараймыз ба? Тауың басына шығатын болсақ, анамен шығып қарайық. Көрейік қалай. Школа дейді. Көрейік. Незат дейді, тауық таң. Шаңғы тебу школа дейді. Шаңғы тебетін үйрететін болып. Қайда мына несі? Касса жауып тұр ма не?